күзден бері жинап жүрмін. 25 мың болды. 25 мың теңге сандыққа сап қойдым белінен буып. Құдай ау, жазға дейін 50-ге апарсам сүйрелеп отырып, белінен буып. Мына көршім москвичін сатам деп жатыр екен, көк москвичін. 75 мың теңгеге бағалап отыр екен. 50 жинасам, 10 мың теңгенің келіншегін болсады, 60 мың, 5 мың теңгені көршім түсіреді. Ан жағында 10 мың теңгені 1-2 айға шайға рассрочка аламыз көнеді. Ештеңе жоқ. Содан кейін бірінші кезекте қайын жұртқа барамын. Көк москвичке алдына қыздарын отырғызам. Қайын жұрттарына тартам мен олардың. Құдай келе жатыр едік. 2 күн болды, ха? Мына көйлегіңді істеймін, осыны кесің бе? Міне. Бұдан басқа көйлек бар ма менде енді? Ақ көйлегің бар ғой, ақ көйлек қай бетім мен келмен, а? Не қылсын? Түймелердің бәрін қара жіппен тағып қойыпсың. Ақ жіп. Ұмыт кете беріп, ақ жіп алам деп бір алам. Мынадан бәрі қара. Жарайды, ештеңе. Осыз не? Ана, бағана кім звондады маған біреу звондап жатыр еді? Гүлшат қой сол. Не қылды? Ертең сағат 4-те деді. Жақсы болыпты ғой, 4-те болған. Немене? Өзімізді құпия. Мынау дейін. 80 мың деп тұрады ғой көк москвич. 75-ке түсіріпті. Түсіріпті не? Шыда жаным, шыда. Жазда көк москвичтің алдында тұрасың. Менің қайын жұртына барып. Анау қайнағаңның бар ғой, қарап жүрген көздер өтіп кетті маған. Тура соның үйінің алдына барып көлденен қоямын да, есік тарс жауып, кілт капоттың үстіне тастай саласың. Көк москвич. Сол москвич алмай-ақ қойсаң қайтеді? Неге? Не қыласың соны? Менің бүкіл арманым көк москвич. Пойызбен ақ бара берейік тауы ғой? Шаршадым мен пойыздан. Шаршадым мен пойыздан. Боптен жарайды мен. Көля, бірден айтсам ренжімейсің ба? Жоға. Айтсам бар ғой, ана ініме дейін ба, қол сағат алып берін. Қалай? Ініңе ма? Дұрыс. Дұрыс қой, е? Дұрыс. Сөйттім бар ғой, ойлап отырсам бар ғой, осы уақытқа дейін ініме бір зат алып бермеппін ғой. Ұят екен. Ана Гүлшат деген күнде әпереді ғой үстіне бар ғой. Содан Гүлшаттан ұялдым бар ғой. Жоқ, ол ініңе қол сағат алып бергенің дұрыс. Көля баяу, мен де ақымақ емеспін ғой. Келдіме көйлек алып отырған жоқпын ба? Келдіме алып отырсың. Енді біреуі үйдің берекесі, біреуі үйдің иесі. Қалай екеуін бөліп жарам? Сөйтіп екеуіне бірдей сыйлық алдында кіріп құттықтап шықтым. Анау қол сағаттасаң көйлек алсаң енді өзіңнің 2-3 мың теңгең кетіп қалды ғой, өзіңе бірдей алмадың ба? Қайдағы 2-3 мың? Сен қай ақшаны айтып отырсың? Өзіңнің жинап жүрген ақшаң. Ана 10 мың теңге ма? Иә. Ойбай, оның біткені қашан? Айналайын, ақша мына жақтан кетіп, мына жақтан кетеді ғой, су ғой ақша деген. 10 мың теңгең бітті ма сенің? Қашан таяғда біткен 10 мың теңге? Қашан бітті? Қайда бітті? Үшінді ғой. Массажға барған жоқпын ғой 10 күн. Массаж? Массаж жеген удай қымбат екен ғой үшін. Күніне 1500 теңге. Қайта Гүлшатқа рахмет бар ғой. Ана главврачын танитын түсіріп берді 1000 теңгеге сөйлесіп. 1000 теңге. Сен 10 күннен бері массаж алып жүрсің ба? Не істеп жүрмін енді? 10 мың теңгені массажға. Көбіне массаж алған, қарамайсың ба қалай? Рахаттанып қалып жақсы екен ғой массаж жеген бар ғой. Тоқта. Қол сағат алдың, көйлек алдың, е? Қай ақша алдың сен оны? Көля, ренжімеймін дедің ғой? Ренжімеймін. Қай ақша алдың деймін? Сол анау өзіміздің сандықтағы. Сандықтағы 25 мың теңге? Өзің Көля. Ойбай. Ренжімеймін дедің ғой енді өзің? Жоқ, ренжімеймін. Өзі 25 мыңның шетін сындырып жібердің деші? Сындырдым енді. Енді басқа амал болмады енді ұят қой енді. Амал болмағанда. Мейрам енді. Қанша ол? Қол сағат қанша? Соны айтшы маған. Қол сағат арзан. Арзан ба? Ең арзанын алдым бар ғой сағаттың ішіндегі. 4 мың теңге. 4 мың? 4 мың қол сағат? Енді арзаны ғой. 35 мыңның сағаттары тұран жер. Тұра береді ол жерде сағаттар. 2-3 теңгеден сағаттар толып тұр ғой. 2-3 теңгеден. Уақыт көрсетсе болды емес бұл. Енді ұят қой 2-3 теңгені апарғаным енді бұл. Неге ұят? Риза болып отыр қайдан інім. Риза болмағанда 4 мың теңгенің сағатын апарсаң. Қойшы енді ашыланба сен. Көйлек қанша көйлек? Көйлекті арзан. $100 көйлегі 4 мың теңгеге түсіріп алдым. 6 мыңға. 6 мыңға алдым, 4 мың емес, 6 мың көйлек. Көйлек 6 мың. $100 көйлек 6 мың. Арзан ғой. 10 мың кетті ма сонда? Иә. 10 мың кетіп қалды ма, 25 мың кетіп 15 мың қалды ма? Ақша деген сол енді көйле. Ойбай, жаным-ай. Мен жинады тұрмын. Білттім ғой, не істеймін. Енді амалым болмады, алу керек болды. Ой, ала салмайсың ба бір жаңа орамал бірдеме 200 теңге, 250 теңге, 300 теңге. Ұят қой енді. Неменен сұят? Қойшы енді көйле. Енді соншама таусылмашы. 10 мың, 10 мың, 15 мың қалды дейсің. Иә, сонымен. Ары қарай
мамам келіп жатыр ғой. Не дейді мамаң? Не дейді мамаң? Мамам ештеңе демейді, отыр үйде. Мерекесің құтты болсын, жарайды. Не дейді мамаң? Сен құттықтаған енді құр қол қалай барасың енді, Коля, өзің ойлашы енді. Ыңғайсыз ғой құр қол. Не білесің бе? Сосын бар ғой бір шай оралмалы ала салдым. 5000 теңгеге. Енді ол кісінің қай бір жасы қалды десің, енді аз қалды ғой. Қаншаға келді мамаң? 60-қа келді ғой енді. 60 мына тұрған жер ғой. Қуанып қалды енді бар ғой. Шай орамал, ой, толып жатыр ғой орамал деген. Ойбай, Коля, ары қарай тыңда, сен қызық болды ғой. Немене қызық? Үйге кіріп барсам, ана мамам сіңлісі әтіркүләпке барады ғой. Танисың деймін. Ай, баяғыда тойымызға келіп еді ғой, сен 15 жыл бұрын. Көргем жоқ мен. Көрдің сен. Сосын анда былтыр сүндет тойына шақырған баласын бар ғой, қатып қоясың дей ма? Сол кісі баласымен келіп отыр. Ал көрген кезде жерге кіріп кете жататын бар. Ал енді не істеймін дедім, қолымда дым жоқ. Қой, көрімдік бере салайын дедім, бір майда ақшадан. Майдасына ше. Сол енді майдасын алайық деп отырмыз ғой. Сөйтіп жайлап суырып қалсам, қызарып 5000 теңге. Ойбай! Енді не істеймін? Қойшы енді, Коля енді. Енді бір жол ештеңе. Ойбай! Қойшы. Қайран 25.000 теңге. Ой, қой 25. Ай, қой 25. Бар болған 25, жоқ болған 25. Құралған 25, сағындырған 25. Енді келмес 25. Қойшы енді, Коля. Ойбай! 25 мың теңге саған не? 4 айда 35-45. Қайта сенің абыройың көтеріліп қалдан жерге. 4-5 айда 60-65. 6 айда көк бас күйіш, ойбай. Қойшы, не болды сонша жоқтап 25 мың теңге? Немене жоқ бар? Сенің абыройың ғой енді. Не ғана абырой? Өзің ойлап жатырма, маған не ол? Керек емес маған ешқандай абырой. Маған не, маған бәрібір ғой. Әлі талай басымыз жат қой, талай жинаймыз енді, қоя қойшы. Жиналмайды енді, қайран көк бас.